Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып дайындалатын бөлкелердің рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сосын оның үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қантты ергенше араластырамыз. Сосын оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, үстіне азғантай ғана қасықтың ұшымен тұзымызды салып, сосын бір қасықтай шай қасықпен аштық салатын боламыз. Аштығымыз міндетті түрде мерзімі өтпеген аштыққа болу қажет. Барлығын жақсылап араластырып алдық та, енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, онда қамырдың үстінен осылай илеп шығатын боламыз. Міне достар, бізде осындай жұмсақ қамыр шығу қажет. Енді оның қамырымыздың үстін бетін салафанмен жауып, жақсылап ашығанша қалдырамыз. 1 сағаттың көлемінде ашиды. Міне біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерді. Енді оны қамырды ыдысымыздан алып, бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Енді міне қамырымызды жақсылап жайып, бауырсаққа жайғандай етіп, қатты жұқа емес және қалың емес қылып жаямыз. Ал енді жайылған қамырларды үшбұрышты етіп осылай кесіп шығамыз. Сосын арасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша варенье немесе джем салып, ішіне солай жазсаңыздар болады. Ал енді дайын болған бөлкелеріміздің бетін жауып, 10 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз көтеріліп, ісініп қалу үшін. Қамырымыз осылай көтеріліп әдемі болады. Сосын үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, пешімізге 180 градуста
30 минуттай, 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіресіздер. Міне достар, біздің бөлкелеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.